Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен денсаулыққа пайдалы, дәруменге бай қайнатма сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ыстық сорпа буыныңды босатып, бойыңдағы суықты алады. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар, бастаймыз. Бізге қажетті заттар: арнайы кесіп дайындалған осындай сүйегі бар сиыр еті және қойдың құйрық майы, болгар бұрышы, қызанақ, картоп, пияз, 2 тісі сарымсақ және 2 дана пияз. Bir данамыз сырты ашылмаған, екіншісі сырты ашылған. Оны біреуін турап, біреуін бүтіндей салатын боламыз. Ал ендеше бастайық. Қазанымызды отқа қойып, үстіне салқын суымызды құямыз. Одан соң сүйегі бар сиыр етін саламыз. Мүмкіндігінше сүйегі бар еттерді қосыңыздар. Бұл сүйек сорпаға өте керемет дәм береді және сүйектің бойында да өте пайдалы дәрумендер бар. Және қойдың құйрық майларын саламыз. Сырты ашылмаған пиязымызды екіге бөліп, мұны да салып жібереміз. Енді қазанымыздың бетін жауып, сорпаның бетін жауып қайнағанын күтеміз. Сорпамыз қайнағанша біз қажетті заттардың барлығын турап дайындап аламыз. Bir дана пиязымызды осылай турап дайындап алдық. Және болгар бұрышын да 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Және 1 дана қызанағымызды тураймыз. Бұл қызанақ пен болгар бұрышы сорпамызға қызыл түс беріп, және керемет дәм береді. Және 2 дана сарымсағымызды да 2-ге бөлеміз. Одан соң 1 дана сәбізімізді де тураймыз. Және 2 дана картопты да турап алдық. Картопты сіздер өз қалауыңызша бірнешеу, 4-5 қоссаңыздар болады, егер ұнатсаңыздар. Мен осылай 2 дана қостым. Міне, қосатын заттарымыздың барлығы туралып дайындалды. Енді сорпамыз да осылай қайнайын деп бетіне көбіктері жиналған екен. Осы көбіктерін сүзгіштің және ожаудың көмегімен алып тастаймыз. Бұның сорпаның көбігі бірнеше рет шығады, сол үшін 2-3 мәрте қайтадан бетін жауып қайнатып, барлық көбіктерін толық алып тастауға тырысыңыздар. Міне, мен қазір бетін жауып, тағы да қайнаттым. Оның тағы да көбігі шығатын болады. Міне, тағы да көбік шықты. Оны да сүзгіштің көмегімен барлығын алып тастаймыз. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, басқа да видеолар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне, енді 3-ші рет тағы да қайнататын боламыз. Міне, тағы да кішкене көбігі шықты. Оны да сүзгіштің көмегімен алып тастадық. Міндетті түрде осылай 2-3 қайтара бетін жауып алсаңыздар, толықтай көбігі алынып, сорпаңыз мөлдір болып пісетін болады. Енді сорпамызға 1 ас қасық тұз саламыз. Сорпамызға пиязымызды саламыз. Болгар бұрышын қосамыз. Сәбізімізді саламыз. Қызанағымызды саламыз. Және 2 тісі сарымсағымызды қосамыз. Картопты саламыз. Және 2-3 дана лавр жапырағын қосамыз. Дәмдеуіштен менде осындай хмели сунели деген дәмдеуіштен 1 шай қасық қосатын боламыз. Және дәміне қарай қара бұрыш қосамыз.
және жарты шай қасық паприка қосамыз. Енді барлығын араластырып, сорпамыздың дәмін көріп аламыз. Тұзы кем болса, тұзын салып жібереміз. Менде сорпаның тұзы кем, сол үшін тағы да бір ас қасық тұз салып жібердім. Барлығын араластырып, сорпамыздың бетін жауып қайнатамыз. Сорпамыз қайнаған соң, оттың астын баяулатып, бетін толықтай емес, кішкене осылай ашық қалдырамыз, жауып, сағаттай қайнатамыз. 1 сағат өткен соң, ішіндегі сорпаға салынған бүтін пияздарымызды үсікіштің көмегімен алып тастайтын боламыз. Міне қайтадан бетін жауып 1 сағаттай пісіреміз. Міне 1 сағатымыз өтті. Сорпамыз дайын болды. Қызанақтың, болгар бұрышының светі сорпаға шығып, өте бір дәмді болып шықты. Күздің кездері тұмауратып ауыратын адамдар көп, сол кезде осындай сорпа жасап ішетін болсаңыз, ауруыңыздан 1-2 күнге құлан таза айығатын боласыз. Енді ыдысымызға құйып, дастарханға ұсынатын боламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.